Ал Бәтшә апа, қалыңыз қалай? Мен сізге келген себебім, мен өзім филолог, педагог, әрі журналист маман ретінде сізден бір сұхбат алайын деп едім. Мына сізді мен осы біраз уақыт болып байқағаныма, сондай жаңағыдай көз тимесін жүгіріп жүресіз, қашан қарасам анда бара жатырмын, мында бара жатырмын деп, осыдан 1 жыл бұрын ғана сіз қатты ауырып қалдыңыз, үйден шыға алмай, осы немереңіздің көмегінсіз, осы көрші келіншектер келіп сізге көмектесіп жүрді. Одан бері міне бір 9-10 айдай уақыт өтіпті. Мен кешегі жолы сізді көрген кезде сондай таң қалдым. Енді ауырмаңыз, көз тимесін. Осы сіздің жаңағы жасыңыз қаншада? 71-де. 71-де деп айтпаймыз. Сіздің ол жас бермейтін едім сізге. Осы сіздің жас күйіңізде, осы денсаулығыңызды тіктеп, солай жүгіріп жүргеніңіздің қандай құпиясы бар? Сізбен де бөліссеңізші. Жақсы, көрші Жазира, рахмет. Менен сұхбат алайын деп келгеніңе рахмет. Мен сені жазушы ретінде танимын. Парақшаларыңды көріп жүрмін. Иә, расында да өзімде қуаныштымын. Өте 10 ай болды мен Бепик деген компанияда кіріскенмін. Осы компанияны өзің айтқандай ауырып қиналып жүргенде міне логотипі. Бұл қай елдікі? Бұл деген Америка елінікі. Штат Ютада орналасқан фабрикасы. Американдық. Бұл компания 2016 жылы құрылып, 2017 жылы дүниежүзілік деңгейге көтерілген. Бірақ өніммен көтерілген өнім мынандай, бірақ өніммен, осы бірақ өнім ғана болған ең бірінші ашылған кезінде. Негізі бұл өнімдердің барлығы жаңағы көпшілік айтатын БАДы емес, пищевой добавка емес, бұл клеточный питание. Бірінші кезде осы клеточный питание космонавтарға арналып шығарылған. Космонавтар 2 айға шама, 3 күнге шама, 3 айға шама, сосын подводный плаваниядағы 6 айға судың астын зерттейтін моряктарға арналып шығарған. Кейінгі кезде әр елдің президенттерінің өздері қолданған. 2017 жылдан бері қарапайым халыққа келді. Қазір қол жетімді бағада. Мен де сол былтыр кездесіп осы өнімге қазір ішкенім осы, ертең 26 күні ровно 10 ай болады осы өнімді қабылдағаным. Осы өнімді қабылдап, сонда аяққа тұрдыңыз, қазір тізелеріңіз ауырмайды ма? Құдайға шүкір. Мен де айта кетсем, дерттерім, ауруларым бұрын көп болған, бәрі артта қалды. Әрине мен жаным қинаған аяғым, өзің көріп жүрдің ғой, аяғымнан бас алмайтымды, ақсаңдап, екі жағыма шайқаңдап жүретімді, жаңағы үйдегі тірлікке де жарамайды, Димашты жұмсап отыратымды, немеремді жұмсап отыратымды. Қазір Құдайға шүкір. Мен бір 2 ай ішкеннен кейін ауырғаны, сырқырағаны, қақсағаны, сіңірімнің тартылғаны, аяғымның ауырғаны басылды, ісігені. Онымен қоса мен түнде жиі дәретке қайта жүгіретін едім. Онымен қоса жаңағы бессонница деген таңғы 4-ке шейін ұйықтай алмайтын едім. Светіңіз жанып тұратын еді ғой? Иә. Сол енді міне әуелі Құдай ғой, осы өнімдердің арқасында соның бәрі қалпына келді. Шүкір. Онан басқа да асқазанымды, аяғым ауырған сайын обезболивающий таблеткаларды, уколдарды қабылдап сөйтіп жүргем. Сонан асқазаным ауырған, эрозивный гастрит болған. Сонымды емдеп алдым параллельно. Дәрігерлерге анализ тапсырғанда холестериніңіз жоғары деген, жоғары холестерин білесің ғой, қанның ішінде түйіртпектер көбейіп кетеді. Сонымды ыдырады, 6 килограммға азып алдым. Азып, беттеріңіз қызарып, кішкене қан жүгіріп, сондай күшті болып қалыпсыз. Өзімді жеңіл сезінем, Құдайға шүкір. Алдында адам деген пендеміз ғой, енді үлкен кісі болғаннан кейін мен ойлағам, үлкен кісілердің бәрі өстіп ауырып, түбінде шаршап, енді о дүниеге өтетін шығар деген менде де сондай ой болған. Депрессия болып кетті ме? Иә, адам деген уайымдайды, нетеді. Негізі ұрпағыңа салмақ салмау керек адам. Әрине. Енді көңіліңіз босамасын, Бәтшә апа. Қазіргі таңда осылай сіздің жүгіріп жүргеніңізге көрші келіншектер барлығымыз қуанып жатырмыз. Сол себепті мен сізден осы бүгін арнайы осындай денсаулығыңызға байланысты осы бір сұхбат алайын деп келдім да. Сіздің жасыңыздағы үлкен кісілер
міне сіз ұқсап көпшілігі шауып жүре алмайды. Бір қарасам почтаға кетіп бара жатасыз, бір қарасам қалаға кетіп бара жатасыз. Осы компанияға келгелі сізде осындай бір орта пайда болды ғой деймін. Ана тиктоктан қарап отырамын сізді, сондай күшті бір коллективпен суретке түсіп жатасыз. Анда суретке түсесіз, мұнда суретке түсесіз. Сосын бір неңіз бар еді ғой? Бір медаліңіз ба? Өткенде бір неден байқап қалдым. Не, серебро деген ранға жеттім. Иә. Сыйлықтарым да бар, сол әріптестерден, тәлімгерлерден алған. Оның бәрі рахмет. Знаешь, мен айтайын деген, біздер кәрі кісілер жаңағы өзіміздің балаларымызға өзіміз салмақ салмай, ертең төсек тартып жатып қалсақ, например, балаларымыз қиналмасын, жұмыстарын істейсіңдер ме, балаларыңа қарайсыңдар ма, жоқ, кәрі кісі әке шешелеріңе қарайсың ба деген ой келеді ғой енді деген. Иә, соның бәрін ойлағанда, енді мына осы компанияның өнімдері мен үшін үлкен бір байлық, қазына, бақыт, денсаулық. Енді әлгі табысымды оны болса шет жағасын естіп жатырсың ғой, өзің жағдайымнан да көріп отырсың. Бәрінен бұрын жаңағы 12 мүшең сау болса, қарақан басың қан болады дегендей, расында да өзімді қазір өте жақсы сезінем. Енді, знаете, действительно денсаулыққа ештеңе де жетпейді. Әлгі Стивен Джобс беді, сондай бір атақты адам бар ғой. Мен дейді миллиардермін, қаншама ақшам бар, қаншама яхтам бар, самолетім бар. Міне қазір өмірден озып бара жатыр дейді. Иә, өмірден озып бара жатыр, маған ешқайсысы да мінекей көмектескен жоқ. Ақшада, атақта, егер денсаулық. Мәселе ақшада емес, атақты емес, денсаулық. Ешқайсының керегі жоқ. Дұрыс айтасың, мінекей. Сол енді мен деген сенің алдыңда кішкене босап алдым. Енді Дача апа, сіз осы өнімді ең бірінші өзіңіз денсаулығыңыз үшін алып іштіңіз, сосын көмегі болғаннан кейін сіз басқаларға ұсына бастадыңыз. Одан кейін екіншісі, осы компанияға келу арқылы сіз табыс көзін көбейттіңіз, Иә, өте дұрыс айтасыз. Қазір мен де сізді көріп қалам ғой тиктоктан. Осы өнімді алып отырасыз үнемі қолыңызда. Сосын мен осы Бейпек деген компанияға Google'дан іздеп, тауып, ақпарат іздеп қарап шықтым. Сөйтсем, бұның жаңағы маркетингіде өте оңай, жеңіл екен, бір жағынан жаңағы денсаулығын дұрыстайды екенсің, екінші жағынан табыс табуға үлкен мүмкіндігі бар екен. Өте дұрыс айтасыз. Сіз сол жаңағы марапатты, сол карьерный лестница дейді ғой, содан көтеріліп, содан алдыңыз ғой. Содан алдым. Қазіргі таңда енді жасырын құпия болмаса, айына қанша табыс табасыз? Айына $1000 табам. Пенсияңыздан бөлек? Пенсиядан бөлек, әрине. Пенсиядан бөлек. Пенсия, Құдайға шүкір, пенсияға соқтығып отырған жоқпын қазіргі таңда. Өйткені өзің көріп отырсың, қолымда да продукция бар. Керек адамдар өздері келіп алып кетеді. Бір аяғы ауырып қиналып жатқан адамға бүгін барып апарып беріп келдім. Кейбір кісілер почтаға салып жіберіңізші деп адресін жібереді. Почтаның доставкасын төлейді. Мысалы, мынау деген 24 мың болса, 1000 теңге почтаның доставкасына төлейді. Сонымен мен апарып салып жіберем почтамен. Любой алған. Кейде үйіңізге келіп алып кетіп жатады, бір көліктер келіп алып кетіп жатады ғой. Осы қаладағылар келіп алып жүреді. Кейде мына неге 19 поворотқа шейін апарып тастаймын, кейде мына трассаға шығып апарып беремін. Үй ана кейбіреулер таба алмай қалады, нелері көрсетпей қалады, үйдің адресін көрсетпей қалатын уақытта. Енді райбір дейді, сонымен жіберемін. Негізі өнім жұмыс жасайды да 100%. Өнім туралы ұялмайсың, өнім өз жұмысын жасайды, алған адам нәтижесін көреді, ондай басқа не жоқ. Бұның өйткені мына біздер Менделеев таблицасында тұрамыз ғой, жерде, адамда, мында сол 90 түрлі элемент бар. Адамның ағзасына көмектесетін 90 түрлі. 60 түрі минерал, 15 түрі витамин, 12 түрі амин қышқылы мен белок, және 3 түрлі май.
Көрдіңіз бе, сондай ғажап. Жаңағы, например, бір селен деген минерал жетіспей қалса, адам қатерлі ісік ауруына душар болады. Я болмаса кальций мен магний жетпесе, адам шаршаңқы келеді, ашуланшақ келеді, бессонница басталады, буын аурулары басталады. Сонда сол минералдың мында 60 түрі: железо, йод, осы 60 түрі. Енді витаминдерді бұрын деген біз қалай қылдық? Бөлек алып жүрдік қой, банке әртүрлі цинкті бөлек, А витамині бөлек, 15 шақты банке. Оның сатывет өзінің құрам біріне бір қарама-қайшы келмеу керек. Мына жерде бір жақсысы, бәрі бір жерде шоғырланған. Әсіресе мына Д витамині жетіспегенде өзің білесің, біз күннің көзінен аламыз деп ойлаймыз Д витаминін. Ол жеткілікті емес біздің ағзамызға. Д витамин жетпегеннен мына тері аурулары пайда болады, жаңағы онкология содан пайда болады. Мынаның құрамында как раз 15 түрлі витамин бір ішінде шоғырланған. Сондықтан осы тез адамның ағзасын, бұл ішімізге түскеннен кейін өзі кішкентай ғана бірақ бір капсулда, ішіңізге түскеннен кейін аршиды, тазалайды клеткаларды. Міне бүйтіп ауырып жатқан клетканы тазалап, соған деген қорек береді, құрттарын шығарады. Сонда клетка көтеріледі, екінші, үшінші, сөйтіп іштен. Мынау деген асқазанның тамағы емес, именно біздің клетканың тамағы. Солай көмектеседі. Енді көп айта берсеңіз результат көп бізде. Енді Бақтылы апай, енді мынау қазір бұл БАДы емес, біріншіден бұл антибиотик емес, бұл клеткаларды восстанавливать ететін сондай өнім. Бұны дәрігердің кеңесімен ішу керек па, жоқ әлде бұлай алып қолдана беруге бола ма? Қараңыз, дәрігердің кеңесімен аптекадан сіз дәрі алып келесіз, оның ішінде мынандай ұзын аннотациясы бар, ұзын кездестіріңіз ғой. Оның побочный тағы оның жартысындай. Мына жерде дәрігердің кеңесі керек жоқ, бұның құрамында 5 түрлі шөп. Бұл шөптен жасалған. 5 түрлі саңырауқұлақ, кардицепс, естуіңіз бар ма? Ганодерма, долгожительство саңырауқұлақ, розовый радиола, мына нейрондармен жұмыс жасайтын чага деген саңырауқұлақты біледі елдің бәрі, қайыңда өстіне қылып тұрады. Шиитаке деген саңырауқұлақ. Сосын 23 түрлі жеміс жидек: клюква, черника, черешня, вишня, виноград, граната, апельсин, құлпынай, свекла, морковь, брокколи, шпинат. Қараңыз, помидор. Біздің қазақтар күнделік тұтына бермейтін тағамның бәрі бар екен. Қара, енді осындайды таңертең жемейміз ғой, таңертең көп болса бір-екі жұмыртқа қуырып жейміз, я болмаса піскен жұмыртқаны жейміз. Қой сүтпен шай ішеміз. Болды ғой. Мынаның енді салыстырсаңыз, мынаның құндылығы 30 килограмм жеміс жидектің құндылығымен бірдей. 30 килограмм. Біз бұны деген, сондықтан біз айтамыз, мынаны қабылдаған кезіңізде 2 литр су ішіңіз. Біздің 80% судан тұрамыз ғой. Мына басыңыздан төбе жасыңыздан аяғыңызға шейін тарқасын. Бұл өзі қызық. Сіздің организміңіз түскеннен кейін суретке түсіріп алғанда, сканерт еткендей, ауру жерді өзі табады да, сол жерден бастап емдей бастайды. Сіз сол себепті бойыңызда қандай дертіңіз болса, қандай ауруыңыз болса, мына үшеуін іше беруге болады. 700 түрлі базовый комплекс. Мен бүгін апарып тастадым. Акселер сенің түнгі ішіп жүрген өзің алдың ғой. Мынау деген таңертеңгі тамақ, сен алған акселер деген, акселер 8 деген 2 түрлі ақ капсула және фиолетовый капсула. Кешкі тамақ. Енді сердечный сосудисте ауыратын адамдарға обязательно бикардияны қосады. Сосын еще бізде куркуминовича редженер деген бар, регенерация организма дейді. Онда жаңағы гиалуроновый кислота бар, коллаген бар. Ол жаңағы тоже буын ауырған кезде мына жаңағы базовый комплекске қосса өте тамаша. Өзі тамаша. Мінекей мына елев, акселер, бикардия. Осыны 3 ай адам үзбей жүрсе, полностью восстановить етеді. Әсіресе сіздің жасыңыздағы жас адамдар тезірек восстановить етеді. Мен кешегі жолы Google'дан қараған кезінде көп адамдардың отзывтары бар екен. Бұл тек қана Америкада ғана емес, бұл бүткіл СНГ-да жан сатылымдай бар екен. Дұрыс айтасыз. Сол жерде қазақстандықтардың да отзывы бар екен, Россия, Белоруссия, Украина, барлық жердің отзывтары бар екен. Сонда менің бір байқағаным, мынау онкологиялық ауруларды да емдейді екен. Обязательно.
онкологиялық ауруларды бізде деген 4-ші стадийіне шығарып тастаған адамдардың результаттары ортамызда жүр. Мен сіз деген келе бір живой встречаға воскресенье алып барайын, соны өз көзіңізбен көресіз. Жаңағы красный волчанка деген аутоиммунный аурулар бар ғой, солардың 100 түрі бар екен. Соның непоправимый красный волчанка деген аурумен ауырған адам қалпына келді. Ана ходунок, балдақ ұстап келген адамдар, грыжадан 4 тапқан. Бір кісі балдақпен сүйеніп жүр, одан кейін велосипед теуіп жүргенін көрдім. Сахарын диабеттен, сахарлары 20, 22, 28 болып кеткен, инсулинозависимый, гемодиализге қабылдаймыз, не істейміз деп қиналған адамдардың бәрі осы жерде. Балалардың ДЦП-сы, ЗПР, задержка речи. Мынау енді деген жаңа ғана мен видео жаздым. Оның ішінде балаларға да бар ғой, өнім. Вот мен соны айтайын деген, балаларға, мінекей балаларға таптырмас мына екі дүние. Мына сіздің балаңыздың осы жаңағы мынау електі айттым ғой, мынау електің капсуладағы түрі, мынау тәтті түрі. Тәтті түрі дегенде сіз қант бар деп ойлап қалмаңыз, стевия деген шөп тәтті келеді өзі. Балалар бұны с удовольствием ішеді. Жарты литрін берсеңіз, жарты литрге жасап дайындап қоямын, Димашқа соны с удовольствием ішіп алады. Бұның құрамында да жаңағы айтқан 60 түрлі витамин бар екен. 60 минерал, 15 витамин, 12 амин қышқылы, 3 түрлі омега майлар бәрі бар. Бұл деген жаңа туған баладан бастап іше беруге болады 90 жасқа шейін. Әсіресе бұл жаңа туған балаларға рекомендовано именно мына тәтті түрі. Емен сияқты үлкен қария кісілерге жаңағы зобы да бар, сахары да бар, давлениесі де бар. Сонда помягче, жеңілірек жаңағы обострениясы жеңілірек өтеді. Міне осы түрі балаларға. И мына иммунокод деген түрі әлгі індет болды ғой. Өзің білесің, індет болды. Сол кезде қаншама адамдар дүниеден өтті. Сол кезде ол компанияда мынауы болған. Осы өнім болған. Иммуно деп аталады. Талай адамды өлімнен құтқарды осы өнім. Соның кейін әлгі вирустың басқа түрі шығып жатыр. Бәлен жерден бәлен адам өледі екен деп шығарды ғой. Сол кезде ученыйлар түнімен күнімен жұмыс істеп, мына иммунокод деген өнімді шығарды. 30 жыл заниматься еткен екен осы өнімдердің шығуына, мінекей формуласын жасап шығару үшін 30 жыл. Ең мықты дәрігерлермен жаңағы ғалымдар зерттеп шығарған институт, сонда именно ученыйлардан жиналған, Нобелевский премияның лауреаты, жаңағы қызыл кітапқа енген бұндағы ученыйлардың бәрі. Міне енді мына иммунокодтың құрамына қайта кетейін. Бұнда 8 түрлі саңырауқұлақ. Бағана мына жерде айттым сізге. Мынада 5 түрлі саңырауқұлақ деп, мында 8 түрлі саңырауқұлақ. Куркумин, редженер, осының құрамында гиалуроновая кислота, коллаген, и өз куркуминнің өзі бір, және де мына жерде уыз. Бала босанғанда сразу емшегіне береді ғой, уыз емгізеді, сонымен иммунитет қабылдайды. Мына жерде сондай уыз баланы адамның несінен емес, малдың, сиырдың уызы да қосылған. И бұл өнімнің кереметтігі, тұқым қуалаған аурулар болады ғой, кейбір кісілерде. Темір өткесі болады, әкесіне әр қарай. Я болмаса бір тұқым қуалаған аурулар көп қой, соны тоқтатады. Міне сіздің балаңызда болса, сол жерден тоқтатады. Міне осы деген жас өспірім балаға болашақ семьядағы сенің енді біздің ұрпағымыз, біздің әр қарай өміріміз жалғастыратын кім? Балалар. Солар аман болсын десеңіздер, осы екі өнімді үзбей беру керек. Әр үйде болу керек. Өткенде сізден осыны алдым ғой. Осыны балаларға беріп жүрмін. Мынаның жаңағы мен ойлаған басында бір ашты болатына, сондай шығар, олар іше ме екен, ішпей ме екен деп ойлағам. Сөйтсем мынаның сондай бір приятный иісі бар екен, и дәмі де күшті екен. Малиновый екі түр. Менің ана кішкентай балам таңертең сұрайды: мама, бізге сок бересің ба деп. Сонымен мынаны бір стаканнан құйып берем, с удовольствием ішіп алады. Мынау күшті екен. Енді бұйыртса осыны үзбей 3 ай берейін деп отырмын. Содан кейін қандай қазір результат бар ма сізде? Результаты жақсы. Қазір түнде жақсы ұйықтайды. Жаңағыдай тісін шықырлатып сөйтпейді, қолдарынан мынандай сүйел шығып кеткен еді. Олардың бәрі кетіп жатыр. Ой, тамаша результат. Қандай тамаша результат. Анау аңсар кішкене. Неше күн болды ішкендеріңе? Бір аптадан енді асты. Қараңыздар достар, бір аптаның ішінде осындай результат, тамаша результат. Сонымен мен мынаны үзбей берсем ба деп отырмын енді. Үзбей беремін. Өте күшті өнім екен. Бұны мен енді жаңағы, мен әлеуметтік желідемін ғой. Үнемі әйел тағдырын жазатын жазушы болғаннан кейін менің барлық желіде өзімнің оқырмандарым бар.
мыңдаған оқырман бар. Енді стористе күнделікті біз өз өмірімізді саламыз, жаңағы лайфстайл деп жатамыз ғой. Сонда таңертең мынаны жаңағы суға құйып беріп жатам балаларыма. Сонда оқырмандарым сұрап жатыр, бұл не, бұл қандай өнім деп. Енді көпшілік әлі біле бермейді екен, бізде. Білмейді, көп кісілер білмейді. Сонымен мен түсіндіріп айттым, ода мынандай витаминдер бар деп. Мен өзім сондай қызығушылығым оянғаннан кейін сізге келіп отырмын. Сіздің маған қарағанда біліміңіз көп екен да, бұл компания жайлы. Сосын мына өнімдердің барлығын бес саусағыңызда біледі екенсіз. Сол себепті өзіңізден бүгін соның барлығын анықтап, нақтылап сұрап, сосын осы оқырмандарыма соны түсіндіріп көрсетпек болып отырмын. Өйткені мен өзімнің әлі оған нем жетпей жатыр да, онша білімім жетпей жатыр. Кішкене уақыт керек, уақыт керек. Сіздің түсіндіргеніңізді қалап, сол сізден сұхбат алуға келіп отырмын. Сосын сізден тағы сұрайын дегенім, сізде мына өнімдердің түрлері көп екен, сіз бұны тікелей Америкадан заказ беріп алдыртасыз ба? Тікелей заказ беріп алғызам. Телефонымда магазинім бар өзімнің. Менде бір емес, бірнеше магазин бар, 5 магазинім бар. Оның себебі жаңағы біздің өзіміз 5 адам болсақ, 5 адамға да заказ беру керек. Онан басқа жаңағы үйден келіп әкететін адамдарым бар. Сондықтан мен артығымен аламын. Енді бұл өнімді өзім бірінші айдан бастап результат көріп түсінгеннен кейін мен где-то бірінші кезде 170 мыңдай ақша салып 3 заказ бердім. 3 түрлі өнімге заказ бердім. Сөйтіп мен көбейте бердім. Бұл осы компаниядан өзінің ақшасы сатылады ғой, енді ақшасы түседі ғой. Бізге специальный пресс-курант береді. Мынандай бағамен ғана сат. Әрқайсымыз ойымызға келген бағамен сата алмаймыз. Бір баға екен. Бір баға, Содан кейін мен өзім ақшасын өзіне жұмсай бердім. Ана керек, мына керекке жұмсамадым. Бизнес болғаннан кейін, например, тыңдап отырған достар, мына кісі 71-де екен, мына кісі деген мына өнімді жазылып алып еще онымен қоймай бизнес жасап отыр деген сіздерде қызығушылықта туындап жатса, мінекей осыдан түскен ақшаны өзінікін өзіне салып қайтарып мен заказ беріп өзімнің өнімдерінің қорын көбейтіп жатырмын. Мен осылай тынбай, әуелі Құдай осылай тынбай көбейте беремін 3 жылға шейін. Например, 3 жылға шейін менің товарымның да өнімімде складымдағы да товар да көбейеді. 3 жылдан кезде менің артына жазылған адамдар да көбейеді. Енді 3 жылда, енді жылында бір 50 адам жазсам, 3 жылда 150 адам емес пе? Немереңізге дайын бизнес екен ғой. Ол болса дайын бизнес, 150 адам алған кезде мен о кезде уже даже мына тиктокқа шықпасам да болады. Құдай бұйыртса сондай күндерге жеткізсін. Мен енді алға қарай кетіп қалдым ба, Жазира? Алға қарай кетіп қалдыңыз. Себебі мен өзім енді әлгі армандамаймын адам. Алдына мақсат қоймаймын. Адам қанша жасқа келсе де арманым бар, соған қалай жылжитын конкретный мақсаттарым бар. Күнде жайлап бабушкинский шагпенен келе жатыр. Құдайға шүкір. Өте молодец, дұрыс істейсіз. Құдайға шүкір. Сіз бізге мына үлгі болып отырсыз ғой қазіргі таңда. Рахмет. Біз өз қазақ сондаймыз ғой, бізге көзбен көру керек. Бізге жаңағыдай, сен ал, мына жерің ауырса шеш десе, біз оған бүйтіп сомневаться етіп ойланып жүреміз да, кейін көзбен көргеннен кейін ғана бір жеріміз ауырған кезде ғана сұраймыз. Мен мысалға осы әлеуметтік желіде әйел тағдырын жазып келе жатқаныма 5 жылдан асыпты. Кіші ұлымды босанған кезде мен әңгіме жазып бастағам. Өзім енді филолог болғаннан кейін үйде отырған соң адам бірдеңемен айналыспаса нетіп кетеді ғой, қарайып қалады. Сол себепті мен осылай жазып бастадым. Бізде мына жерде интернет дұрыс болмады, өзіңіз де білесіз. Түндерде отыратын, 3-те, 4-те интернет жақсы ұстайтын кезде Фейсбукқа салудың өзі қиын еді ғой, сол кезде бір публикацияны. Сөйтіп жүріп, мен кейінгі кездерді байқадым, осы көзім ауыра бастады. Одан кейін басым ауырып, бір шаршаңқы күйде жүретін. Қанша ұйықтап тұрсам да, сол шаршаңқылығым басылмайды. Содан кейін сізді көріп өткенде келдім ғой. Сөйтіп өзім алып, ішіп жүргенмен міне бір 1:07-ден асты ғой деймін. Таңертең тұрам, өзім кешірек жатып ерте тұратын адаммын. Таңертең тұрам, 4-5 сағат ұйықтасам да ұйқым қанып, миым тынық болып сөйтіп тұрам. Содан кейін мына өзім денемде байқаймын, жеңіл сезім жүрмін өзімді. Үлкен рахмет сізге. Осы өнімді маған жаңағыдай көрсетіп, енді сіздікі бір жақсы, сіз андай спам жасамайсыз да,
өзіңіз ішіп жүрсіз, денсаулығыңыз жақсы, осы неде істеп жатырсыз, сосын алыңдар демейсіз. Өзіміз көрдік, мұны келдік, алдық. Мына екі көрші, өзіңнен басқа да тағы екі көрші алды. Свет сөніп қалды. Қайтадан қосылды ма? Енді қосылды. Өзіңнен басқа да мына жақта Гүлмира алып ішті. Бұл Гүлмирада не еді ғой? Протрузия. Метажекс деген гормональный дәріге не еді? Тәуелді еді. Қазір жақсы болды. Қай күн сенің алғаныңды естіді ме, білмеймін, Айнұр алды. Медсестра біздің Айнұр алды. Енді мен көріп жүр ғой, Айнұр да өзіңді енді көздерін көрген. Сол ғой, біз көргеннен кейін аламыз ғой. Нағысы ал деп жүрді ешкімге не қылмайсың. Әркімнің қаражаты білет, жағдайы білет. Денсаулық керек екен адамға. Сен қанша ақшаң болсын, атағың болсын, сенің денсаулығың болмаса, оның барлығы босқа екен. Сол себепті мен ешқандай қаражатымды аямай осы продукцияны алып қазіргі таңда ішіп жатырмын. Енді жаңағы жақсымен бөліс дейді ғой, жақсы нәрсені айт дейді. Енді менің оқырмандарым көріп жүргеннен кейін мен осы келіп, әдейі сізді түсіріп, міне сіз қандай үлкен кісі болсаңыз да, міне жүзіңізге қарап сізді 70-тен асқан деп айтпайды ешкім. Ана 70 жас тойыңызда тамадада айтып еді ғой. Билейсіз да, барлығына үлгересіз депші. Енді мынау продукция сізге өте не болыпты да қазір. Нұр үстіне нұр болыпты, табысыңыз да бар екен. Енді Бәтші апа, сізге тек қана деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, табысыңыз арта берсін, бизнесіңіз жүре берсін. Рахмет. Сіздің артыңызда енді бізде мына өнімді қолданып жатырмыз ғой. Бұл енді тек қана жаңа сату мақсатында емес, бұл сондай өте керемет өнім болғаннан кейін бұны ұялмай оқырманымызға да, туған туысымызға да предлагать етуге болады, ұсынуға. Дұрыс айтасың, бұл мына әсіресе балаларға, например, біздер әлгі қазақ айтады ғой, сенің табаныңа кірген тікенек менің маңдайыма кірсін дейді ғой, бала. Ал енді сендер жассыңдар ғой. Мен енді осы Димашқа осы екеуін ішкізгенім, ішіп жүргеннің өзіне шаттанып қуанып отырамын. Мен байқадым Димашты. Димаш бұрын кішкентай болатын ғой. Кішкентай болатын. Қазір бойы өсіп, дауысы өзгеріп, кәдімгі жігіт болып қапты. Осыны қыста ішіп шықты ғой, мен осы өнімді өзім де байқап отырмын. Бұрынғыдай емес, бұл деген чересшір гиперактивный еді. Көтенің құрты бар, отырмай бір орында нетіп сондай не қылатынды. Мектепте де орында отырмай сөйтіп замечание ала беретін. Сабақтан да қала беретін, ангинасы да жиі бола беретін. Мен кейінгі кезде осы балаларға көбірек айтайыншы деп өзім қатар үлкен кісілерді айтатым. Кейде ұрысып айтам, кейде жай айтам. Айналайындар ау, енді деген жас кездеріңде жаңағы әке шешеңді ойладыңдар. Ержеткеннен кейін байларыңды, әйелдеріңді ойладыңдар. Қартайғанда кімді ойлап отырсыңдар? Балаларыңды ойлап отырсыңдар. Ал өздеріңді қай уақытта ойлайсыңдар? Енді уже деген екі рет өмір сүрмейміз ғой, ертең боқпасында өлесіңдер де қаласыңдар ғой. Екінің бірі ауруымыз. Ал той десе барамыз да аямай 40 мыңға көйлек аламыз, 20 мыңға басанушка аламыз, 30 мың подарка сонымен алып кір. Я болмаса 5-6 бала тудың, 10 мыңнан жинасаң да мына 50-60 мыңның өнімін әперсе, алып ішсеңдерші, денсаулықтарыңды жасасаңдаршы деп кейде ұрысып отырамын енді. Дұрыс. Қазір ойладым, қойшы, балалар туралы көбірек айтайын. Бәрібір бүкіл Қазақстанның болашағы осы біздің балаларымыз ғой. Көрдіңіз бе? Қазіргі мынау балалардың жейтін тамағы не ғой жаңағы? Чипсы, кириешки, кока-кола, пепси-кола. Не еді ана? Не еді? Қонаққа бургер, әртүрлі күйдірілген самса, таза екен, таза емес екен. Содан кейін қазір балалар неге бейім ғой? Семіздікке бейім. Сосын телефон қарайды жатады, көп қимылдамайды. Кішкене мына не өзгереді ғой? Күз келе бастағанда бәрі грипп, бәрі тамақ ауырады, жөтел, кетпейтін жөтел. Сол себепті мына продукцияны балаларға беру керек. Саған еще тиш, балам. Біз деген еще саған айтайын деген, мына өнімнің арқасында да интеллектуалды өседі екен. Интеллектуалды ойнау қабілетін, еске сақтау қабілетін не қылады екен. Енді көзімнің жақсы очкиін тастаған, мұның бәрі плюс қой. Мына интеллектуал өседі екен, уже деген басқаша өзің. Мені болып кетті, не ұдай атса. Жақсы.
иә сондай не қылады екен. Мына увереннімін баламның ертеңгі күніне Димашым үшін қуанып отырған дегендегі сөзім осы. Сөзсізге мен 10 ай іштім ғой, Димаш 9 ай ішіп келе жатқан шығар, арасында перелік болып қалған шығар. Мен туған қызымды ішіп жүр, тұрмысқа шыққан немеремді ішіп жүр, шөбереге де беріп жүрміз, мына иммунені капиттік қылып соған да беріп жүрміз. Осының ішіндегі анадерма деген саңырауқұлақ бар, адамның жасын не қылатын. Тамаша енді өнімдер қайсын. Бір хабарда бәрін мүмкін емес жеткізуге. Иә, мүмкін емес әрине. Сонда да мынандай осындай ақпарат бергеніңізге сізге үлкен рахмет. Осынша уақыттың ішінде, мен жарты сағаттың ішінде бізге, оқырмандарыма өте көп ақпарат бердіңіз. Көп рахмет сізге. Саған да рахмет. Көрші апаңды елеп ескеріп, апамнан бір интервью алайын дегеніңе саған да рахмет. Сен білем, жаңағы таңғы 4-ге шейін кейде жұмыс істейсің, 2-3 жыл болды. Жаңағы өзің жазушылық өнеріңді шыңдап, көп қой бізде көршілердің талай үйінде отыр, 2-3 баламенен. Ешкімде сен сияқты қимылдап, ізденіп, мына ненің бәрін үйреніп алдың осы телефоннан. Қандай әлгі таргет деймін, не дейді, неше түрлі қалай жұмыс жасау керек, өзіңе де айтып жүруші едің ғой, мен де үйретші. Мен де осындай бір хабар жүргізгім келеді. Неден бастасам екен, қайтсам екен деп жүргенде Алла тағала маған осы өнімді әкелді. Мінекей саған да рахмет. Көршілерге де өзі қонақта жүргенде бәрінде айтып жүрем ғой. Біздің Жазира жазушы осындай атақты табысын тауып, енді өзімнің де мен бір пенсияға қарап отырғанда ол қай жағына жетеді. Қазір Құдайға шүкір. Әлгі өзің білетін тойды жасағанда кредит алғанбыз, кредитті жаптым. Шүкір. Аллаға мыңда бір шүкір. Әрекет етсең берем дейді ғой Алла тағала. Иә, әрекет сізден, берекет Құдайдан дейді, дұрыс айтасыз. Армандап, ол аспанға қарап жата берген ештеңке болмайды. Армандау да керек, бірақ сол арманды мақсатқа айналдыра білу керек та, сонда ғана сол діттеген мақсатыңызға жетесіз. Көп рахмет сізге, Бәдіш апа. Өзіңізге рахмет.